Жақында ғана мәжіліс депутаттары елдегі донорларға төлемді арттыру қажеттігін айтып мәселе көтерген. Осыған байланысты сарапшы пікірін білсек, дәл қазір қоғам белсендісі Еламан Елемес тікелей эфирге қосылды. Еламан мырза, кеш жарық. Кеш жарық, Оксана ханым. Донорларға берілетін төлемақы туралы айтып беріңізші, сіздіңше қазіргі төлем жүйесін жаңартатын кез келді ме? Қалай ойлайсыз? Әлбетте бізде Қазақстанда донорларға берілетін өтемақы 0,125 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Ол дегеніміз 1081 теңге. Бұл көрсеткішті арттыру керек, себебі бұл донордың қан тапсыруға жұмсайтын уақытын, денсаулығын қалпына келтіруге жұмсайтын энергиясын толықтыруға жетпейтін қаражат. Бұл өте аз, 1081 теңге. Еламан мырза, сонда сіз нақты қандай тағы бір өзгеріс енгізуді ұсынасыз? Бұдан бөлек қандай ұсыныстарыңыз бар? Бұдан бөлек біріншісі жоқ дегенде 5 есе арттыру керек өтемақыны донорларға берілетін. Екінші, бізде бұған дейін елімізде құрметті донор деген мәртебе болған. Қазір өкінішке орай бұны алып тастады. Оның орнына бізде денсаулық сақтауға қосқан үлес үшін деген марапат бар. Бірақ нақты біз донорлықты насихаттап, оларды қолдау шараларын арттыруды көздесек, бірінші кезекте құрметті донор деген атақты енгізуіміз керек. Бұл жаңағы азаматтардың донорлыққа деген белсенділігін арттырады. Әрине, донорлық ол әлеуметтік жауапкершілік, дегенмен жаңағы ол бір жағынан қаржылай қолдау көрсетілсе, екінші жағынан осындай мәртебе атақтар берілсе, бұл донорлардың белсенділігін арттырады. Ал басқа елдерде донорға қалай қарайды екен? Оларды қолдаудың қандай тетіктері бар? Мысал ретінде біздің көршілес Ресей Федерациясында біздің теңгемен шаққанда 9000 теңге көлемінде қаражат беріледі донорларға. Одан бөлек Германия, Австрия елдерінде бұл қаражат әлдеқайда едәуір артқан. Оларда теңгемен шаққанда 27000 теңге беріледі. ақш-та мысалы 30000 теңгеге дейін. Әрине, әр елдің экономикалық дамуы әркелкі болғанмен, біз мемлекет басшысы да айтып өтті, осы донорлықты арттыру керекпіз, халықтың әлеуметтік жауапкершілігі арту керек. Біз бұны қан донорларын сырттан импорттай алмаймыз ғой. Бұл тек қана өз елімізден шығу керек. Сондықтан да халықты қолдау шараларын арттыру керек. Одан кейін жергілікті әкімдіктер де осы жерде белсенділік таныту керек. Қосымша бюджетке қаражат енгізілсе, және де тек қана мемлекеттік органдар емес, волонтерлар, қоғамдық ұйымдарды атсалысу керек. Мысал ретінде біз Ауыл партиясы 4 жыл қатарынан осы мәселені көтеріп келеміз. Біз тұрақты негізде мына трансфузиология орталықтарымен қан тапсыру акцияларын өткіземіз. Әсіресе шалғай ауылдарда, аудандарда, тек қана қалада емес. Бізде әрине қан тапшылығы Астана, Алматы қалаларында бар, өйткені үлкен миллионник қалалар. Бірақ одан бөлек еліміздің 19 өңірінде де трансфузиология орталықтары бар. Сондықтан да әр уақытта қан тапсыру акцияларын өткіземіз. Сонымен қатар 14 маусым дүниежүзілік қан доноры күнінде бұл мемлекеттік деңгейде үлкен акция форматында өту керек. Мысалы, біз партиялық деңгейде мен донормын. Жақсы, Еламан мырза, біздің уақытымыз шектеулі. Тікелей эфирде сұрақтарымызға тұшымды жауап бергеніңізге көптен көп рахмет.